Үстіміздегі жылдың 10 ақпанында Сачков ауылдық кітапханасы жанынан жас ұрпаққа ұлттық қадір-қасиеттер, имандылық, үлкенді қадірлеу, кішіге ізет көрсету керектігін насихаттап, халқымыздың асыл қасиеттерін сіңіру, ата-баба мұрасын ұмытпай сақтау, салт-дәстүрден нәр алып өсуінен инабаттылыққа, жақсы мен жаманды ажырата білуге, аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу мақсатында қазына атты клубымыздың ашылу салтанаты өтті. Ер мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен кейінгі ізінен ерген інілеріне ізеттігін аямайтын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас көз бола білген ауыл қарттарының орны ерекше. Олай болса, әр халықтың бойында ықылым заманнан бері қалыптасып, оны өзгелерден даралатып тұратын, тек өзіне ғана тән қасиеттер болады. Міне осындай қазыналарымызды жас ұрпаққа дәріптейтін ауыл қариялары. Клуб мүшелері зейнет жасындағы қариялар. Олардың айтарлары бар. Ойға түйгендері, көрген білгендері көп. Клубтың мақсаты осы. Мынау Сачков ауылында бүгін кітапханада ұжым ашылып жатыр, клуб ашылып жатыр. Соған өте қуаныштымыз. Әдет-ғұрып, қазақтың тарихын бәрін айтып халыққа насихат жүргізуіміз келеді. Сол кітапхананың меңгерушісіне рахмат, ұйымдастырып жатқанына өте ризамыз. Бүгін осы біздің Сачков ауылының кітапханасында алтын деген баламыз мынандай осы жақсы қазына деген клубты ашып жатыр. Сол себептен мен осы ауылдың тұрғынымын. Осы мынандай кітап атамыз, мен өз басым, мен өзімді таныстырып өте кетейін. Өзім Торғай облысының Ақкөл совхозынан осы Ахмет Байтұрсынов атамыздың шыққан жеріненмін. Енді негізіне келсем, соның мен шөпшегі ретінде саналатын шөпшегі болам. Сондықтан да бұл атамыздың келе жатқан 150 жылдығына арналған мынандай сөреге атамыздың кітаптарын, атамыздың суреттерін қойып, осындай көрме ашылып жатқанына мен өте көп қуаныштымын. Сондықтан да осы елімізде, осы ауылымызда біздің осы қазына клубы ашылып, одан әрі қарай дами берсін. Қазағымыздың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын жүзеге асырамыз деп әрі қарай сенімдімін. Бүгінгі ашылып жатқан іс-шарамыздың қадамы, қаққан қазығы нық болып, әрқашанда жақсылық іс-шарамыз жақсыға өрлей берсін. Соған енді өзім үлесімді қосам деп ойлаймын. Қосып та жүрміз.